Жылдам хабарнама. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге разылуды және де бір ғана лайк түймесін баса кетіңіз. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, подписаться түймесін баса кетіңіз. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өзгерді. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы көтерілді деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Қазақстан қор биржасына мәліметтеріне сілтеме жасап, күндіз сауданың нәтижесінде доллардың орташа салғандағы бағамы 1,23 теңгеге көтеріліп, 464,9 теңгені құрайды. Айта кетейік, ұлттық банктің 13 қаңтарда 1 долларға айналғандағы ресми бағамы 462,69 теңгені құрайды. Курс.кз хабарлағандай, дәл қазір Астананың ақша айырбастау орындарында америкалық валютаның орта есеппенен 463,65 теңгеден сатылып алып, 466,77 теңгеге сатылып жатыр. Алматының ақша айырбастау орындарында доллардың орташа сатып алу 463,84 теңге, сату бағамы 467,01 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Қазақстанның доллардың теңгеге шаққан бағамын қаластыруды ұмытпаңыздар.